Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нан қуырдақтың рецептісін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен қысып тұрған қазанға сұйық майды құйып, етті салып, қызартып қуырып аламыз. Ұсақтап туралған пиязды салып, тағы да қызартып қуырып аламыз. Қызанақ пастасын салып, қуырып, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Сонан соң аздап ет батып тұратындай етіп су құйып, шамамен 40-50 минутқа бұқтырып қоямыз. Тәтті бұрышты тура видеодағыдай соломинка тәрізді етіп турап, еттің үстіне саламыз. Менде ет шамамен 40 минуттай бұқтырылып тұрды. Картопты да тура видеодағыдай турап аламыз. Қатты майдалап тураудың қажеті жоқ. Сонан соң оны да қазанға салып қуырамыз. Аздап су құйып, қайнағаннан кейін 20 минутқа демдеп қалдырамыз. Нанды да тура видеода көрсетілгендей етіп турап, картоптың бетіне салып, бір араластырып, баяу отта шамамен 3-5 минутқа демдеп қоямыз. Міне біздің нан қуырдағымыз дайын. Тағам өте дәмді, тойымды болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Балзияғы жол. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.